Селчук Сүнгірмен кездесті. Ақша тауып бер деді. Бахриге звондайым деді. Сүнгір телефонды бер деп екеуі алысып жерге құлады. Селчук Сүнгірді қылқындырып жатқанда Эпек Селчуктың басынан ұрып құлатты. Сүнгір оны байлап жертөлеге қамап тастады. Әділдің адамдары Сефердің қолын байлап көз алдында Сема мен баласы келе жатырған машинаға оқ жаудырды. Сефер олармен машинада арпалысып атқызбады. Сема апат болды деген жерге келді. Ол жерде ешкім жоқ еді. Ол Сефердің телефонына звондады. Бұл жерде Сефер жоқ деді. Ол жақын арада келеді деді. Сема түсінбей қалай деді. Келеді күт деді. Сема енді түсінді ол адамның Ихсан екенін. Ол қорқа бастады. Артқа қарап еді. Артында машина келе жатырды. Олар Семаның машинасына оқ жаудырды. Сефер де машинада олармен алысып келе жатырды. Сема машинада Сефердің де бар екенін көрді. Дәрігер Бахриге келіп Садреддиннің оянғанын айтты. Семаның машинасының дөңгелегі жарылып қалды. Олар жаяу қашты. Полиция Пойразды қамап тастады. Әділдің адамдары Сема мен балаға қарай машинамен келе жатқанда Сефер рульге жабысып рульді бұрып жіберді. Олар құздан құлап кетті. Сема айқайлап жылады. Полиция Сеферді іздеп таба алмады. Ихсан Әділге келіп Сефер өлді деді. Айшегүл Семаға звондады. Садреддин оянды деді. Бірақ Сема жылап тұрды. Айшегүл неге үндемейсің деді. Неге жылайсың, жылама, бәрі жақсы болады деді. Сема Сефер суға кеткенін айтып жылады. Шевкет Әділмен кездесіп Пойразды Айшегүл полицияға тапсырғанын айтты. Бахрилер келді. Сема бәрін Ихсанның ісі екенін айтты. Шевкет Пойразға келді. Әкең сені Айшегүл ұстап берді деп ойлап отыр деді. Охранник Ихсанның адамы екенін айтты. Пойраз Шевкетке Айшегүл мұнда келмесін, енді звондамасын да деп айтып бар деді.